Ертегі сырлы гүлдер елі. Баяғыда бір кең алқапта түрлі түсті гүлдер өскен екен. Бұл алқапты жұрт сырлы гүлдер елі деп атайтын. Себебі ондағы әр гүлдің өз үні, өз арманы бар еді. Алғаш болып жер бетін жарып шығатын бәйшешек әр таң сайын жүзіне шық тамшысын жинап алып, мен адамдарға үміт сыйласам екен деп сыбырлайтын. Қызыл қызғалдақ күнге қарап күлімсірек тұратын. Оның түсі неге қызыл деп сұрасан, мен жүректегі махаббатты көрсетемін деп жауап беретін. Ал қызыл раушан гүлдер тікеніне қарамастан өте мейірімді болатын. Мен күшті болсам да жүрегім жұмсақ дейтін. Оның тікендері ешкімді ренжіту үшін емес, достарын қорғау үшін жаралған. Күн сайын жұмсақ жел гүлдердің арасынан өтіп, олардың сыбырлаған әңгімесін тыңдайтын. Жел бір күні гүлдерден, сендерді әдемі қылатын не деп сұрайды. Сонда гүлдер жарыса жауап береді. Бізді әдемі қылатын түсіміз де, иісіміз де емес, бірлігіміз бен мейіріміміз. Бұл сөздерді естіген аспан жылы жымиып, гүлдерге түрлі түсті сәуле жібереді. Сәуле тиген гүлдер бұрынғыдан да жарқырап кетіпті. Содан бері гүлдер адам баласына тек әдемілік емес, бірлік, үміт, махаббат сыйлап келе жатыр екен. Ертегіміз ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.